Тынық мұхиты бағытымен кетіп бара жатқан кеме матросы таңғаларлық жағдайға назарын аударады. Олар құпиялы орынға жақынырақ жүзіп барайық деп шешеді, оларды не күтіп тұрғанынан күдіктенбей. Тек 100 метрге жақындағанда ғана капитан қайранға тап болғандарын түсінеді. Мұхит бетінен кенеттен кеуектастар пайда болды, су ортасында жағалау пайда болғандай. Капитан кеуектастар аумағынан таза су жолағын байқап, кемені сонда бағыттайын деп шешеді. Қызығы су жолағы кеңейе бастайды. Сонда да олар тәуекел етпейік деп жылдамдықты қосады, бір түрлі аймақтан тезірек кету үшін. Бұл дұрыс шешім болған екен. Өйткені олар сол аймақтан өте бергенде жарылыстың дауысы естіледі, су астынан бомба жарылғандай. Мұхит бетіндегі су қайнап, теңізшілер су асты вулканының атқылауы басталып жатқанын түсінеді. Барлық қызық бұнымен аяқталмады. Вулкан атқылауынан кейін дәл теңіз ортасынан арал пайда болады. Егер олар кеуектас аймағында тағы бірнеше минут кідіргенде, нағыз жарылыстың ортасында қалушы еді. Егер осындай видеоларды жиі көргіңіз келсе, каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыз. Қоңыраушаны қосып қойыңыз. Сіздермен бірге болған оқиғалар